қытайша бәрі түсініксіз. Не істемекшісің? Айнаны чуть-чуть не болуым керек. Бақаду да бәрі қай жерде еді ба? Айналаны тауып, кішкене настройка жасаған едім. Датчик шин, вот он зеркало, ёбкинің палкидің. Мынау қара, короче, мынау левая сторонасы, мынау правая сторонасы. Мынамен регулируем. Капец, полностью. Так, ең бірінші не жайлы айтамыз? Давайте мынау меню жайлы. Бұл жерде бәрі Қытай тілінде, әзірше русификация жасалынбаған. Маған да русификация керек сияқты. Ең бірінші айтатын зат, мына жерде қазір менюдің бәрі Қытай тілінде, русификация жасалынбаған. Бірақ былай интуитивті түрде қарасаң бәрі түсінікті, то есть басып отырып, жарты сағаттың ішінде жаңа бүкіл керекті заттардың бәрін өзіме тауып алдым. То есть айнаның настройкасы, температура деген сияқты полностью керек заттың, маған лично өзіме керек заттың бәрін тауып алдым. Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Мен өз арнамда такси бағытында жұмыс істеп жүрген тәжірибелермен бөлісіп жүрмін. Және бүгін менің өмірімдегі ең бірінші автообзор болады. Мынандай наклейкаларын жұлған жоқ. Біз сол себепке байланысты мынау кішкене бликтар болып жатыр, әртүрлі камераға дұрыс көрмей жатыр. Бұны енді болашақ өзінің егесіне тапсыратын болдық. То есть наклейкаларды бұл бәрі как бы оның да өзі бір удовольствие ғой, жаңа машиналардан мынандай наклейкаларды алғанға. Бұл көлікті маған обзорға берген бұл менің партнерларым iTaxi. Жақын арада мынау көлік өзінің егесін табатын болады. iTaxi жарты жыл сайын жаңа көліктен бөлек Таиландқа путевка сияқты, одан да бөлек жаңағыдай смартфон, көптеген қымбат бағалы сыйлықтар таратады. Егер сіздерде қатысқыларыңыз келсе, мына жерде шыққан WhatsApp номерге жұмыс күні, жұмыс уақыты хабарласатын болсаңыздар, мен сіздерді паркке тіркеймін және бүкіл сұрақтарыңызға жауап беремін. И одан бөлек көптеген менің атымнан да сыйлықтар болады, сол үшін мынау номерге хабарлассаңыздар болады. Басты плюстарына нені жатқызуға болады? Просто шумоизоляция. Ешқандай шум жоқ, тишина, кішкене дөңгелектердің дауыстары шығып тұр, бірақ ол болмаса вообще енді как будто жүрмей келе жатқан бір орында тұрған машина ұқсап қалуы мүмкін. Сол үшін қалдырды деген ойдам. Так, былай шумоизоляция жағынан вообще 10-нан 9,5 деуге болады. Керемет. Жүрісі енді күшті. И кейде мынау перестраиваться еткен кезде, бірақ мынау полосалардың бәрін көріп отырады екен да, и поворотниксіз не қылсам, руль кішкене қаттырақ болып, маған ұрсады, типа, неғып поворотниксіз перестраиваться етіп жатырсың деп. Мына жерде проекцияны қараңыздар, то есть қозғалып келе жатқан кезде, қазір мына жерде мен қай полосада тұрғанымды көрсетіп тұр. Жаңағы, то есть тоқтаған кезде көрсетпей қалады, бірақ қозғалған кезде жанымыздегі машиналарды, адамдарды, жаңағы мопедтер обгон жасап жатса, мына жерде мопедтер өтіп жатады. То есть мынау камералардың жұмысы өте керемет. Жолда не болып жатқанын мына айналарға да емес, осы проекция қарап көріп отыруға болады. Айтып отырмын ғой, мен үшін бұл көлік бір жаңа бір не болып жатыр. Қалай десе болады? Жаңа эра, то есть өмір бақи механический машиналармен жүріп жүргеннен кейін, то есть непривычно да емес, маған өте ыңғайлы, өте удобно. Камераларын айтам да. Рельсті де көріп отырмын, мына жерде рельс қарап, асфальт, машиналар сол жүреді екен, қасында тұрған машина. Басқаларды не признаю дейді ғой. Бәрі. Алдым. Чисто алды. Чисто арты. И мынандай жан жақты көретін. 3D проекция. Кеттік. Бәрін көріп тұр, реально. Зикр музыкаға вообще ешқандай ақша аянбаған ғой. Yamaha қанша? 12 ма? 11 колонка санап тастады. Мынандай кішкентай кроссоверчикке 11 колонка, енді вообще музыканың сапасы деген ана жерде құлағыңа бал ғой просто. Зикрдің ең главный плюсы мынау ғой.
Оп деп кіріп кете саласың. Просто разгон. Бешеный ғой, бешеный. Мынау спидометрден бөлек лобовойға проекция бар. Қазір қарап тұрсаңыздар, мынау знакты көрді камера. Алдымызда 80 деп тұр. Біз келе жатқан скорость 55. То есть басында кішкене көз үйренбегеннен кейін маған как будто лобовойға бір құстар шығып кетеді ғой. Соның айғызы қалып кетеді. Сол сияқты болып бір өшіріп тастағым келіп тұрды да. Ал қазір уже үйреніп қалдым и маған ешқандай кедергі келтірмейді. Мына жерде екі несі бар. Как раз бізге міне қазір данный момент мынау үлкен зарядка, быстрый зарядка. А мынау домашний станциялар болады, там ұзақтау 4-5 сағат зарядтайтын болсаңыздар, мынаған салып қойсаңыздар болады. Арзанырақ болады, по-моему. Мынау жылдам, бірақ ақшасы да қымбаттау болады. Тағы бір екі нәрсеге үйреніп жатырмын. Мынау есікті күтіп отыру керек. Кнопканы басқаннан кейін и постоянно скорость іздеймін, мына жақтан. Мына жанында ғой. Парковкаға қоямын деймін, мынаны таппай қаласың. Ё-моё, реально ауыр кәдімгідей. Өмірімдегі электрокардың бірінші рет заряжать етіп атқан дубль 2. Енді көрейік қалай төлеу керек. Так, без действия дейді. Мынандай приложение орнату керек пе екен обязательно или Power 1 картаңызды әкеліңіз де төлеңіз дейді. Так, походу приложениені орнату керек болады. Карта қабылдамай жатыр. Ладно, қазір не істейміз? Сенька А ғой. Да, вот же А. А стоит. Завершено деп тұр. Енді начало. Защита. Начало. Грузит. Все, кетті зарядка. Ешқандай қосымша орнатудың қажет жоқ. 120 киловатт дейді. Біздікі 56% болып тұр қазір. 80-ге дейін толтырамыз да, қанша ақша алатынын көрейік. Так, мына жерде көріп тұрсыздар. Типа зарядка жүріп жатыр. Қанша километрге жететіні көрініп тұр. Міне 297 дейді. Қазір 58% болды заряды. Көрдіңіздер ме? 80-ге дейін заряжать етемін. Өйткені мен алған кезде 71 етін. Басқа обзорларды қарасам, рекомендация типа 100-ге дейін толтырмаңыздар, батареяларыңыз тез изнашиваться етеді дейді да. И сол себепке байланысты типа 80-ге дейін толтырсаңыздар, былай да былай жетеді, типа қалалық режимде. Енді трассаға шығатын болсаңыздар, мүмкін сол кезде 100-ге толтыру керек шығар, бірақ все равно типа нежелательно. Бұл көліктермен трассаға да әзірше біздің Қазақстанда шығуға ешкімге кеңес бермеймін. Кім білет? Пока заряд алып алғанша, примерно мынандай передний кресло, передний водительге қандай типа удобстволар бар жайлы сөйлесіп кетсек, да? Мысалы, маған кішкене үйренбеген зат, ол мына ортасында дым жоқ. Сосын мынандай жақта ешқандай бардачоктар жоқ. Мынандай ғана бардачок бар екен, типа осы жерге зикрдің кітапшасы и жаңағы мен портмонемді алып салып болғанға, былай басқа ештеме сала алмайсыздар. Зато қыздарға мынандай крючок бар, сумка ілуге. Мына жерде даже көрсеңіздер, сумочканың несі тұр. Есіғам фук, сумочкаңызды іліп қоясыздар. Екі зарядка, мынау біреусі 27 ватт дейді, екіншісі 60 ватт, бұл жаңағы Type-C. Артында мына жағында, оны қазір кейінірек айтып кетем, тоже екеу, біреу USB, екіншісі тоже Type-C. Сосын мына жерде беспроводной зарядка бар, айфондарға арналған. До конца салу керек екен. Мына жерінде кішкентай резинкасы бар. То есть резко тормоз басқан кезде ұшып кетпеу үшін жасалған деп ойлап отырмын. То есть мынаны до конца салсақ, ар жағында резинкасы ұстап қалады телефонды.
креслолары, передний екі креслосының обогреві бар, обдувы бар, және полностью мына жерде поясницаны настройка жасауға болады. И полный электрический настройка алдыға, артқа, жоғары, төмен, мынаусы бәрі электрический жатып көтеріліп тұрады. Обдувына келетін болсақ, мына бұл жерде де ешқандай қиын ештеме жоқ. Мына температура қойып қоямыз. Мен өзіме, маған комфортно 24 климат контроль, автоға қойып қойдым. Бірақ мына жерде бір қызығы, типа мынаны таңдауға болады. Типа бетіңе қатты өрлеп жатса, мынаны бет кішкене бұрып қойсаң, пассажирдің бетіне қатты өрлейтін болады. А егер прям сізге ұнайтын болса, бүйтіп жел болып жүргілеріңіз келсе, беттеріңізге типа бұнтта бүйтіп сәл бүйтіп өзлеріңізге қарап қойсаңыздар болады. Мына жерде настройкалар бар, мына автокондиционерді өшіріп тастайық. Міне. Типа қазір данный момент енді мынаны күшейтетін болсақ, чисто менің бетіме өрлейді. То есть настройка беруге бар. Көріп отырсыз, шашымды көрдім. Дейіп отырасың. И екінші бар, мына подлокотник көтеріледі. И оның астында кішкентай мынандай бардачок бар, бірақ сыйымдылығы өте аз. Мына жерде подстаканник, бұл подстаканникті еще бүйтіп ашып қойып, былай сақ қойса болады, немесе жауып қойып, мынаған сақ қойса болады. Таксистердің нелерінде көрсеңіздер, всегда майда тиын жүреді дегенсіз. Мына жерінде кішкентай ғана орын, мынаны алып тастауға да болады еще. Мынаны алып тастап, осындай бардачок қалдырып қойға болады. То есть, бірақ жанында да подстаканниктары бар. Егер кофе, анау-мынау салғанға, мне кажется, менің ойымша, мына ортадағысы ыңғайлырақ болады деген ойдамын. Артына келетін болсақ, бір ұнамайтыны, мына посадкасы өте төменді. И мен даже өзімнің 1,68 бойыммен, қараңыздар, былай отқан кезде мен мына жерлерім тимейді. То есть 1,82 метрлік адамдар отса, олар вообще бүйтіп отыратын сияқты мына жерде ше. Кішкентай азиаттарға арналған деп ойлаймын. Мына жерінде обдувтары бар. Бөлек тоже настраивается, астыға, үстіге, бетке деген сияқты колонкалар, есікті ашатын мынандай кнопкамен бұл жерде. Бірақ бұл жері автоматически ашылмайды. То есть бірінші есікті аштық та, бастық та кнопканы и итереміз. Электропакеті. Мына жерде еще тағы бір вешалкалар бар. Прикольно, тоже бір нәрсе іліп қойғанға. Светтері мынандай. Үсті панорамный крыша, бірақ алдынан онша білінбейді, что панорамный крыша. А вот артқы пассажирға панорама енді вообще керемет. То есть жаңа айтқанымдай, артында да бір Type-C зарядка и бір USB зарядка бар. Мысалы, давайте мен наушнигімде USB зарядка тексеріп көрейік. Зарядка жүріп жатыр. Бәрі кожа отделкасы енді вообще сапасына ешқандай претензиям жоқ. Сапа жағына келетін болсақ, 10-нан 10. Даже мынау нелерін қарасаңыздаршы, мынау өзінің родной поликтері и астында мынау сырғымау үшін жабысатын немен да. Бәрі под размер. Қалталары бір жақтық. Мынандай что-то странный қалта деп айтса бола ма, болмай ма? Просто документ бір нәрсе бит. Журнальчиктер салып қойғанға болмаса, былай үлкен заттар саламайды екенбіз болған. Жалпы менің ойымша, бұл көлік 4 адамға арналған, и 4 адам кішкентай бір баласымен болған кезде ғана жаңа ыңғайлы болады деген ойдам. Бұлай негізі 4 адамға өте комфортный, жаңа аяқтың мынаусы болмаса, мына подлокотникті түсірді, мына жерде подстаканниктары бар. И мына жерде мына детский кресло орнатуға, пожалуйста, нелері бар, бөлек темірлері бар. Және қазір багажға өтеміз. Багажда мына жерде, кстати, мынандай жерлерінде айырбақтары бар. Мына жерде цветі жаңағы айтқандай басқа айтатын ештеме жоқ. Артқы есіктерінде автодоводчик жоқ. Просто кнопканы бастық, кішкене терезе түседі. Есік ашылды. И кәдімгі привычный да уже. Ананы болса басып аласың да, потом күтіп отырасың. Ол еще сәл кішкене преграда көріп қалса, до конца ашылмай күйдіреді. Короче, қолмен итеріп, ол торсиондарға, мынандай электроторсиондарға, ол кішкене зиян. То есть күшпен насильно итерген, ол уже кейін бұзылады ол уже. Деп ойлаймын мен. Керемет. Бір күн зикір айдап уже эксперт болып кеткенсің.
ауыл болсаң қиын ғой. Че, как біреулерден сұраймыз ғой, как это теперь останавливать? Или он бәрі ағылшынша, еще инструкцияны қазақша, орысша қылып жазып қойсаңыздар қайтеді, ё-моё. Жаңа Қазақстан Energy, ё-моё. Қазақшасы қайда? Напряжение. Жоқ мына жерде, прикинь. Может, машинадан тоқтатамыз онда? Или просто суыра саламды ма екен? Короче, Google объектив деген бар, переводчик қосатын. Сол арқылы әрін таптық. Короче, мынау кнопка. Прекратить зарядку деген кнопка екен. Осыны бассақ. Шук, тоқтады. Бізде зарядка 91% болды. Қазір мына жақты көріп алайық бірінші. Все, міне завершено. Енді суыра берсек болады. Зарядкамен кішкене техникалық ахуалдар болды. Бірақ міне менің немнен ұсталған 1732 теңге ұсталды карточкамнан. То есть 56%-тен 91-ге дейін жеткіздік. И жаңағы 91-ге жеткенше 20 минуттай уақыт алды зарядка. Сіздерге кішкене толығырақ мағлұмат беру үшін ана жерде бір кісілер келіп, жаңа такси жүргізушісі BYD зарядталып жатыр екен, қаншаға жетеді деп сол кісіден сұрадым. Қараңыздар, ол кісі айтады, менде 20% келген қалған кезде примерно келем зарядкаға, толық 100%-ке дейін толтырамын дейді. Толық 100%, жаңағы 100%-тен 20-ға дейін 350 километрдей жүремін дейді. И ақшамен 3000 теңгеге кетеді дейді. То есть, мысалы, среднен бір көлік 10 литр жейтін болса, бензинді, ДВС бензиновый машиналар 10 литр, 100-ге 10 литр жейтін болса, 350-ге 35 литр жейді. Ақшаға бөлген кезде ол 7000 теңгеден асады. Зарядка, тем более бұл быстрый зарядка, бұл жерде әшейін үйде переходниктарыңыз болса, үйдің зарядкасы болса, ол вообще тағы кәдімгі бензинге қарағанда 4-5 есеге арзанға түседі. Қазір мынандай быстрый зарядканың өзінде 2 есе арзан болып тұр. Енді багаждарына келетін болсақ, багажы енді өте кішкентай. То есть городской мини кроссовер болып тұр ғой бұл көлік. Бірақ енді бір үлкен заттар салатын болсаң, мынау заттар шешіледі. Мынаны алып тастауға болады. Орындықтар жатады. И кәдімгідей уже кеңірек орын пайда болады, как универсал сияқты. Сосын астыңғы несін ашып, мына жерге кішігірім заттар тық қойға болады, типа көріп отқандарыңыздай, мына жерде орын, инструмент салмайтын шығармыз енді. Бұл машинаның мынандай майда шүйделер салып тық қойға болады. Так, міне объемы примерно былай алсақ, бір кішкентай компактный коляска сияды. Хотя бы визуально қандай екенін көру үшін, міне мысалы Яндекстің сумкасы осындайдан үшеу былайдан подряд сияды. Екі чемодан биіктігінен, былай жатқызғаннан кейін енді холодильникте 3 қой салуға болады дегенсі. Алдында енді кішкентай ғана органайзер деуге. Короче, салонға сыймай қалған бардачокқа мына жерге орындай табылған ғой примерно. И бұның еще приколы, мынаның астында заводской өзінің компрессоры бар екен. Прикиньте. Мына жақта охлаждающий жидкостьтер, антифриз, тормозной жидкость тұр ана жерде. Мынаны ашпай қойықшы. И омывайканың суын құятын жер, басқа ештеме жоқ. Бәрі неде? Торсиондарда. Енді көліктің түріне келетін болсақ, мен өз басым бірінші технический жағына қарайтын адаммын, практичность жағына, түр әлпеті, панты деген сияқты заттар мен үшін ең соңғы таңдайтын зат болғаннан кейін түрі жайлы ештеме айтпаймын. Барлық бағаны сіздер беріңіздер. Қазір көлікті толық жан-жағынан түсіретін боламыз. Ал сіздер комментарийде көліктің жаңағы видына өз бағаларыңызды 5-тен қанша екенін қойып кетсеңіздер.
машинаға кілтпен бірге жақындасаң уже қосылып кетеді да. Бірақ мен сіздерге көрсетейін деп едім. Ашып жапқанның өзі не ғой. Қараңыздар. Қазір мынаны жабамыз. Бағанағы музыканың бәрі қайда? Типа смартфон ғой, блин. Так, енді өшіреміз. Мына жерінде көрдіңіздер ме? Кнопкалар түнде жанып тұрады, типа іздеп қалмау үшін. Кетті. Стоп басып тұрсам аяқпен, стоп жанып тұрады, стопты жіберсем, то есть мынау көлік полностью сырттан не болып жатқанын бәрін қайталайды. Ближний свет былай қосса болады, мен управление мына жерден, или біз автоға қойып қойсақ болады, күндіз өзі өшеді, жаңағы дневной ходовой светтері қалады. Осындай күн батқан кезде өзі автоматически ближнийға қосылады. Мына жерде батарейкасының емкасы қазір мысалы қанша тұр? 100% 512 километрге жетеді деп жазып қойыпты. Мына жерде по идее көптеген обзорларды қарайтын болсақ, типа китайский машиналардан обещание беріп тұрған неден там 30%, 25% алып тастауға болады смело біздің реалида айдау үшін дейді. То есть 400 көрсетіп тұрса, примерно 320-300-ге жетеді деген сөз ғой. Былай айтқанда. Енді ең главный қызықтарына келетін болсақ, мынау ішіндегі светтерін көріп отырсаңыздар, мынандай освещенияның цветтерін ауыстыруға болады. Мына жерде қараңыздар. Типа біздің көлік жасылға қойып қоюға болады. Немесе там сары, қызыл, короче, ауысады ішіндегі светтері. Егер бір свет ұнамайтын болса, мынаған ауыстырып қойсақ болады екен. Өзі жаймен ауысып тұрады әртүрлі цветтерге. Сосын тағы бір прикол, қазір мен сіздерге музыка мысалы. Дискотека! Фантарездерге арналған функция. Салонның светіне келетін болсақ, мына жерде қараңыздар, мына жерде аваринка, мына состың несі, сосын мына екі несі бар, мынандай теплый. Бұны еще көбейтсек болады, яркостын азайтсақ болады. И мынандай холодныйрақ көбейтсек, азайтсақ болады. И түнгі светтерін көргім келген. Қазір ближний светі мынандай. Дворларда жүрсек, мына ближний свет. Вообще идеально тема. И қазір дальныйын көрсетемін. Дальный вообще. Сосын прямо тұрып алайық. Әне. Ё-моё, прожектор. Экраны осындай үлкен, сосын және мынандай цветтері көп, әртүрлі цветтері көп машинаны өмірімде бірінші рет айдап жатқаннан кейін, осы именно түнде айдап көргім келді. Өйткені менің ойымша мыналардың бәрі отвлекающий маневр сияқты болып түсінігімде сондай болатын. Бірақ қазір данный момент за рулем отырып айдап келе жатырмын, и маған ешқандай жаңағы жолдан, даже мына проектор бар, проекциясын жасап жатыр. То есть ешқандай жолдан отвлекать етпейді. Мына өзі автомат түрде бағана аппақ болса, қазір уже темный режимге ауысып кетті. И айналар, как бы маған вообще өте даже удобно. Көлік мынандай жолдарда кішкене жесткийрақ екен. То есть кочкалар жақсы сезіледі, прям отдает. Енді прям даңғыр-доңғыр емес, конечно, бірақ чуть-чуть жесткость бар сезіліп тұр. 2 тонналық машинаға данный момент ұқсап тұрған жоқ. Кейбір адамдар айтуы мүмкін. Қытайша ғой, мен сіздерге қазір қытайшаны қалай біз қалай шешімін таптық. То есть телефондағы Google камера арқылы переводчикті қосып былайынан қарататын болсақ, полностью бүкіл переводтың бәрі жаңағы сіздің смартфоныңыздың экраныңызға переводымен қай кнопка не екенін көрсетіп тұрады. То есть ол жерде жаңа технология заманында қазір тіл білмеу деген үлкен проблема емес. То есть кішкене шұқылап мен бір күннің өзінде бірталай нәрсесін тауып алдым. Электрокар. То есть газ басқан кезде бір түрлі болған жеріміз жаңағы
мотордың дыбысы кішкене жетіспейтін сияқты. Ну, маған нормально, то есть пассажирлерға кішкене біртүрлі болып жатыр. Жалпы бұл көлік, егер сіздердің үйлеріңізде, жер үйлеріңізде зарядкаларыңыз болса, немесе жұмыстың паркингінде зарядкаларыңыз болып, сол жерде зарядтайтын болсаңыздар, то есть бензинге қарағанда 5-6 есе арзанға түседі. То есть мына көлікпен ары бері жүрген жаңағы мотор майы, анау-мынау дегендерді есептемегенде именно бензинге қатысты. Ал егер быстрый зарядкадан қаланың платный зарядкалерінен зарядтайтын болсаңыздар, то есть бензинге қарағанда 2 есе разницасы. Кішкене қобалжудамын, кішкене словарный запасым жетпей жатыр. Менің алғашқы тест-драйвым болғаннан кейін жаңағы пікірлеріңізді қатты ұрыспай, қатты критикаға салынбай, жаңағы конструктивті қылып жазсаңыздар, баға берсеңіздер, жаңағы ұсыныстарыңызды айтсаңыздар болады. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Арнаға жазылып, комментарий жазып, видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайктарыңызды басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де осындай формат, менің осы жасап жүрген жұмысыма теңгемен қолдау көрсетемін десеңіздер, астыда картаның номері болады, реквизиттер. Сол жерге кішкентай донатпен көмектесіп қойсаңыздар болады. Алдын ала барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеоларымызда жолыққанша барымыз аман есен сау болайық. Мен үнемі андай таксистский машиналармен жүремін ғой, қазір Chevrolet Nexia сияқты ғой артынан қараған кезде, бірақ Aveo ғой. Зикрмен жүрсең, анамен жүрген кезде елдің бәрі ұрысып, үйретіп жүреді мағанша. Неге біздің қазақтар сондай? Ана зикрмен жүрдің ма, біреу маргать еткен жоқ, бір сигнал басқан жоқ қой, спокойно жүресің ғой вообще. Елдің бәрі саған еще қарап отырады. Типа положениясы, қалай дейді? Көліктің несі бар сияқты да, вес бар сияқты да. Камри мінген адамдар, джип мінген адамдар түсінеді. Газельмен жүрген кезде, кстати, тоже сондай ощущение болады. Ешкім ұрыспайды, ешкім үйретпейді, бірақ өткізбейді газельді ешкім. А мынамен чүк поворотник қостың, бәрі өткізе салады. Кішкене тупить етіп қалсаң, сигнал баспайды, ешкім бәрі күтіп тұра береді, спокойно. Сондай плюстары бар екен, қымбат машиналардың. Енді өзім машинама қайтып оралуға қиын болатын болды ғой.